Төле би ауданы бойынша автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 1110 шақырымды құрайды. Осы орайда аудан көлемінде жолдарды жөндеуге басымдық беріліп, тек биылғы жылдың өзінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясындағы қаржыға сонымен бірге жергілікті бюджет есебінен көптеген жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда биыл жалпы ұзындығы 59-да 4 шақырымды құрайтын 43 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Яғни 15 нысан ретінде жобаланған бұл ауқымды жұмыстарға бағытталып отырған қаржы көлемі 1,2 миллиард теңгені құрайды. Бүгінгі таңға нақ осы жол саласындағы жобалардың бірқатарында құрылыс жұмыстары басталған. Бұл туралы Төле би аудандық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Қалдыбаев Серғазы Дәулетбекұлы мәлім етті. Негізгі мәселе халықтың көп сұранысы жол мәселесі, жолдың сапасына байланысты сұрақтар көп туындайды. Соны біз енді биылғы жылы жалпы бізде ауданымызда 552 жол бар, 1110 шақырымды құрайды. Біз биылғы жылы 2025 жылғы соның 59-да 4 шақырымын орта жөндеуден өткіземіз. Яғни 43 көшені жөндеуден өткіземіз. Оған 1,2 миллиард қаржы қарастырылып отыр. Қазір кезде алғашқы жұмыстар басталып кетті. Атап өтетін болсақ, мынау аудандық маңызы бар жол Қарақия жолы басталды. Одан Жаңакүш елді мекеніндегі ішкі жолдар басталды. Сол сияқты жалпы біз биылғы жылы жаңағы 15 нысан болады, сол 15 нысанның жұмыстары басталып отыр. Одан бөлек ауыз су бойынша бізде жалпы 55 елді мекен 100% орталықтандырылған су құбырымен қамтылды. Яғни соңғысы былтырғы жылы 2024 жылы Жаңакүш елді мекенде кіші елді мекен бар еді, соны сумен қамтамасыз еттік. Сонымен орталықтанған су құбырына біз 100% жеттік. Бірақ дегенмен ол 100% барлығын шешіп қойдық деген мәселе емес. Бізде су сапасына қатысты өзекті мәселелер туындап отырады. Мысалы, жаңбыр жауған кезде де сулар лайқалану деген сияқты. Ондайлар сол мақсатта біз арнайы Көктерек бұлағына Ленгір қаласын қамтитын су тазалау ғимаратын орнаттық. Қазір кезде осы Ленгір қаласындағы судың тапшылығын шешу мақсатында жаз кезінде көп 2-3 есе дебит артып кетеді. Сондықтан біз осыны шешу мақсатында мына Ақмешіт деген тау жақтағы бұлағымыз бар, үлкен бұлақ. Сол бұлақтан осы Ленгір қаласына су тартып келу мәселесін қолға алып жатыр аудан басшылықтары. Енді қазір оның бірінші зерттеу жұмыстарын жүргізеді, геологиялық бұлақтың дебитін анықтауға. Сол алғаш жұмыстар сол басталды. Одан ары қарай жоба жасалады, сонымен ары қарай құрылысы деген сияқты мәселелер көтеріледі. Сонымен қатар 55 елді мекен газ саласын қамтылған, толық 100% қамтылған. Енді облыстардың алдын қатарда қамтылған аудандардың бірі болып отырмыз. Сонымен қатар бізде абаттандыру салалары бар. Ол енді аудан бюджетінен шешілетін мәселелер олардың бәрі. Абаттандыру, арықтар, лотоктар, жаңағы освещение, түнгі жарықтар дейді ғой. Сондайларды өзіміз аудан бюджетінен қамтып жатырмыз. Аудан әкім басшысының негізгі қойған талаптарын бәрі енді бірінші өзімді айтып өткендей жол сапасын, құрылыс сапасына қатаң көңіл бөлуді, олардың өзі енді жоспарлы көрсеткіштерінің деңгейлі түрде орындалуына, бөлімнің жүйелік түрде жұмыс жасап отыруына талаптары қойылып, мүмкін аудан басшысы ретінде қадағалап та отыр. Төле би ауданы бойынша жол саласында жүзеге асырылуы тиіс 15 нысанның бірқатарында бүгінде құрылыс жұмыстары басталып үлгерген. Мәселен, аудандық маңызы бар Қарақия жолын орташа жөндеуден өткізу жұмыстарымен бірге дәл қазір Зертас ауылдық округіне қарасты Жаңакүш елді мекенінің ішкі жолдарын асфальттау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Айта кетсек, жергілікті тұрғындардың ең негізгі мәселесі болып келген Жаңакүш елді мекеніндегі орташа жөндеу жұмыстарын тиісті салада тәжірибесі мол мердігер мекеме Бірлік жауапкершілігі серіктестігі жүзеге асыруда. Мұндағы жол жөндеу жұмыстарына тапсырыс беруші мекеме Төле би аудандық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары құрылыстың сапасы басты назарда тұрғандығын айтады. Төле би ауданында Зертас ауылдық округіне қарасты Жаңакүш деген елді мекен бар. Соның мердігер мекемесі Бірлік деген мекеме, техникалық қалаушы Шаңғырақ ордасы деген эксперттер тұр, зам директоры тұр. Осы 3 көшеге жобалық құны 136 миллион, сен дейсің. Мына тұрған жолымыздың ұзындығы қанша өзі қазір? Ұзындығы 1,7 километр шақырым. Ахуалы астына төселген тасқа сәйкес, бұлар өзінің сөзше тасы болған, үстіне біз 15 сантиметр тасын төсетіп, трамбоватив, өзіңіз көріп тұрған техника трамбоватив істеп жатырмыз. Қазір өзіңіз көріп тұрған техниканы эмульсия жағып, асфальт төсеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бекітілген өндіріс кестеге сәйкес біз жобамен бір айдың ішінде бітіреміз деп жатырмыз. Енді сапасы қалай енді өзіңіз бас қасында жүрсіз? Енді сапасы бізде енді техникалық қалаушы бар, біздің сенімді өкіліміз. Сол мекеме бізге апта сайын мәлімет беріп тұрады. Мынандай жұмыстар атқарылып жатыр, мынандай кемшілік бар, мынандай кемшілік болса, бәрін устранить еткізіп жатыр уақыт келген. Кемінде 8 жұмысы жүріп жатыр. 4 техника. 4 техниканың өзі 2 каток,
бір укладчик и жаңағы нелер КамАЗдар одан бөлек 3 КамАЗ бар. Енді куратор келіп аптасына кемінде аптасына бір рет келіп жатырмыз. Техника қадағалаушы күніге келіп қадағалап отырмын бәрін. Абай Омаров, Айбек Бекбауов, Кемел арнасы.